Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде жас маман бағдарламасы. Бүгін біз отан мен қоғам қауіпсіздігін бірінші орынға қоятын ең қауіпті мамандықтардың бірі өрт сөндіруші маманымен кездесетін боламыз. Өрт сөндіруші мамандығы әлемдегі ең қауіпті мамандық. Кешігуді кешірмейтін мамандықты төзімді, ер жүрек батыл жандар таңдайды. Жүктелген жауапкершілікті арқалаған жандар лаулаған отқа оранған ғимаратқа алғашқы болып кіріп, адамдарды қауіп-қатерден арашалау үшін бар күш-жігерін салады. Тілсіз жау айтып келмейді, сондықтан бұл сала мамандары қызмет жолында тәуліктің әр сәтінде сақадай сай болуы қажет. Олар үшін әрбір секунд санаулы. Бүгінгі жас маман хабарының кезекті саны осы саланың өкілдеріне арналмақ. Бағдарламаның кейіпкері бұл ерекше мамандықты жүрек қалауымен таңдаған облыстық нөмір 4-ші өрт сөндіру мекемесінің аға өрт сөндірушісі, құтқарушы азаматтық қорғау сержанты Диас Гросс жайында баяндалады. Диас, қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн, жақсы. Диас, бұл мамандықты сіз өз жүрек қалауыңызбен таңдапсыз. Неліктен өрт сөндіруші мамандығы? Бөлісесіз бе? Мен мұнда келген себебім, мен туған ағам бірінші бөлім мамандырылған өрт сөндіру бөлімінде жұмыс істейді. Мен оған қарадым. Ағама қарап, өрт сөндіреді, адам құтқарады. Маған күнделікті келіп айтып отырады. Қалай, сосын мен келдім тоже. Өз оқуымды бітірдім, әскерден келдім. Содан кейін 4-ші бөлім сөндіруіне келдім. Жұмысқа түсем деп, өрт сөндіруші болам деп маған қызықты болып айтты. Жұмыс істегім келеді деп. Сосын мені жұмыс қалды. Жұмысқа бірден орналастыңыз ба, немесе бір қиыншылықтар болды ма жұмысқа тұру барысында? Жоқ, қиыншылықтар болған жоқ. Бір ай енді медициналық тексерістер өтесіз. Медициналық тексерістерді өтесін. Және спортта да жақсы болу керексің. Өздерінің нормативтары болады. Соларды тапсыру керек. Бір ай ішінде жұмысқа кірдім. Өрт сөндіруші болып 2018 жылы қараша айында келдім. Содан бері жұмыс істеп келем. Мұнда маған өрт сөндіруші болып өте қызықты. Адам құтқару, каждый вызов дейді ғой, сол вызовтарға шығып, адам құтқарып қызықты, маған өте ұнайды. Осы жұмыс мамандығымда осы мамандық таңдағаныма өте ризамын. Иә, бұл саланың өз талап міндеттері жетерлік. Мәселен, таңертең ауысымды қабылдаған Диас бірден арнайы қызметтік киімін әзірлейді. Кейін көлік ішіндегі құрал жабдықтарды, сатыны, аппаратты тексерістен өткізеді. Ал шақыру түскеннен кейін көз ілеспес уақытта киініп, жолға аттануы қажет. Ол қызмет атқарған 3 жыл ішінде түрлі жағдайлар орын алғанын айтты. Сіздер білуімше ауысыммен жұмыс жасайсыздар, бір күн жұмыс істеп, 3 күн демаласыздар. Мұндай жағдайлар болды ма? Жағдай қиын болып, жұмыста 1-2 күнге созылып, жұмыста қалатындай сәттер болды ма? Бір күн жұмыс істейміз. 3 күн демалғанда 3-ші күн резерв дейді ғой. Сол резервта телефонда болу керексің, және Павлодар қаласында болу керексің. Міндетті түрде, иә? Міндетті түрде, иә. Егер өрт болса, қиын соған 3-ші күн резервтасыз ғой, сол күні звондауы мүмкін, любой әр уақыттың ішінде звондайды, и сол уақыттың ішінде жарты сағат ішінде, 1 сағаттың ішінде частьта болу керексің. Шынымен де бұл сала өзге мамандықтан қауіпті, зор жауапкершілікті талап етеді. Бірақ құтқарушылар үшін ар-намыс отан алдындағы борыш аса маңызды. Сол себептен осы салада қызмет еткен Диас жұмысына адал. 3 жыл қызмет уақытында бір өкініш, немесе бір жұмыстан шаршаған сәттеріңіз болды ма? Мамандық ауысатын деген сияқты ойларыңыз келді ме? Мамандық ауыстырам деп. Сол болады негізі, бірақ ер азамат болғасын осы мамандықты таңдадым мамандықты. Осы мамандықты ұнаттым, қызықты болды. Өкініш ондай болған жоқ. Білмеймін, енді көреміз алда қалай болатын. Бірақ әлі өкініш жоқ. Қазір күз мезгілі, далада суық, біз
Диастан сұхбат алу үшін арнайы жұмыс орнына келіп едік. Күннің суығын байқаған Диас бізге ыстық шай әкеліп берді. Қазір осы шайымызды ішіп, сұхбатымызды жалғастырамыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен 1997 жылы 14 сәуірде Май ауданы Саты ауылында дүниеге келдім. Ата-анам қазір сол ауылда тұрады, ал өзім қалада ағамен тұрамын. Осы Саты орта мектебінде 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін оқыдым. Содан кейін мұнда колледжге түстім. Колледжде көлік және коммуникациялар орысша ПКТИК. Осы жерде оқыдым 4 жыл бойы. 4 жыл бойы оқыдым және оқуды бітіргесін ПГУ Торайғыров университетіне түстім. Түстім, заочно түстім, сырттай. Сосын әскерге маған әскерге шақырту келді. Академ алып әскерге кеттім 17-ші жылы. 18-ші жылы келдім әскерден. Бір-екі жұма демалдым да, осы ағамның жұмысын көрдім. Өрт сөндіру бөлімінде жұмыс баған айттым. Сосын құжаттарды жинадым, медициналық тексерістерді өтіп, осы 4-ші өрт сөндіру бөліміне келдім. Жақсы, түсінікті. Сонда сіз өзіңіздің оқып жатқан оқуыңызды тастап, отан алдындағы борышыңызды өтеуге бардыңыз. Нағыз ер азаматпыз деп ойлаймын. Біз сұхбат барысында кейіпкеріміз мүлдем басқа мамандықта білім алғанын білдік. Ол темір жол саласын меңгерген екен. Алайда ағасына қарап бой түзеп, әскери борышын өтеп, осы қызметке бет бұрған. Аса жауапкершілікті талап ететін қызмет бүгінде отбасылық мамандыққа айналған. Назар аударыңыздар, бірінші, екінші айналым өртке шығу. Ауыры да болады, оңай да болады. Қазіргі жастарға тілейтінім осы жұмысқа келулеріңізді сұраймын. Бізде өрт сөндірушілер де, жүргізушілер де қажет. Отан алдында өз борыштар, ер адамдардың өз борыштарын атқарып, қиындыққа қарамай келулеріңізді сұраймын. Қызықты жұмыс, өкінбейсіздер. Үкімет тарапынан да жақсы жағдайлар жасалады. Мен өз мамандығымды жақсы көремін. 2018 жылы Диас Гросс азаматымыз жұмысқа бізге орналасты. Оның екінші ағасы бар. Ағасы 1-ші өрт сөндіру бөлімінде істейді. Өзі жалпы қалай айтқанда, өзі спортшы адам, мінезі жұмсақ. Жұмысқа келгенде ерте келеді, жұмысын жақсы атқарады. Сабағы да өте жақсы. Біз тек қана жай адамды алмаймыз. Жай адамды алмағанда олар біріншіден бізде медосмотр өтеді. Оның алдында тестированиеден өтеді. Сол адамдарды сосын біз жұмысқа аламыз. Ең бастысы Диас мамандығын сүйеді, қызметіне берік. Ол әрқашан осы қызмет жолында өзін дамытудан жалықпайды. Спортқа жақын, оқу-жаттығу шараларына қатысып, кәсіби біліктілігін арттырып отырады. Кейіпкеріміз адамдарды құтқарып, қызыл отқа оранған орман тоғайды тілсіз жаудан арашалап, нан табуды жөн көреді. Жүректілердің мамандығын таңдаған Диастың өмірлік мақсаты осындай.